айыл бақты гүлінің қайттан басынан әдем қылып өсіретін түрін көрсетемін сіздерге. Мынаны ұмытып кеткенмін, содан мынау уже әдем болып шығып жатыр. Просто бұл гүлді әдемілеп бастау үшін мына кесіп тастаймыз. Жаңадан шығады астынан әдемі болып. Осы шетінен кесеміз. Неге десең, мына шетінен гүл шығады. Мына шетінен гүл шығады. Уже мынадан шығып жатыр. Мынадан шығып жатыр гүлдер. Осы жапырақтарды алмасақ, біз бұл осыған кетіп қалады да. Осы жаман жапырақтар кетіп қалады. Емес, основной шілдеден өткізу өте. Салқын қарнаған, қатты ыстықты ұнатпайды, қатты салқын ұнатпайды. Көлеңкі шекті ұнатады. Және де ыстық, прямо түскен ыстықты ұнатпайды. Влажный шекті ұнатады ғой. Бізді қазір дем болып тұр. Мысалы, шілде ғой қазір. Шілдеде дем болып тұр. Шілдеде көбіне осы неғып қалады. Сол үшін шілде, қыста осықты қолданыңыздар. Неге тұрмай жатыр? Мынаны бірінші ішіне су аламыз. Мынау тұр ғой, мыналарға су қоймыз. Осыдан влажный барады өзіне. Ләжі болса, күн түспейтін жерге қойып қойсаңыздар болды. Влажный өзіне бара береді. Құрғағаннан кейін, мынау саусағыңызды тығасыздар, тыққаннан кейін мынандай осы қолыңызда осындай нам болу керек. Осындай нам болу керек. Қолыңызда мынау қолымдар жабысып қалады. Осындай нам болу керек. Бұндай, если қолыңызда нам болмай, ештеңе болмай шықса, таңда суғара беріңізге болады. Сондай бұның жапырағынан білесіздер, су сұрап атқан жапырақтары солып бастайды уже. Солып бастағанда құйсаңыздар, одан да күшті. Өз жапырақтар айтып тұрады, су сұрап тұрады. Бұның көңі, кәдімгі сиырдың көңі, 3-4 жылдыңғы көңдері болады да, соны істету керек біз негізі. Базардан алсаңыздар да болады. Тағы айта кететінім, ыдысты ләжі барса өзіне лайықты. Мысалы, астында тамыры бар да, тамыры горшокқа тиіп тұру керек, шет-шетіне тиіп тұру керек. Если сіздіңкі тимей, дәу горшок алып, төбесінде, тамыр төбесінде алып кет, астында ештеңе жоқ болса, ол гүліңіз гүлдеу қиын болады. Сол үшін көбіне, мен қызым ешет етті. Көбіне жапырақтарды. Гөңінше, базардан сатасаңыздар, гөңді талдай бермейді.